Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, өте ерекше. Егер менің рецептіммен жасайтын болсаңыздар, енді бұл палаудың дәміне сөз жоқ. Өте керемет палаудың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен достар, қазанымызды қыздырып, сонан соң май құямыз. Мен жылқы майын пайдаландым. Сіздер қалауыңызша сұйық май немесе тоң май, гүхи майы, кокос майы, қандай пайдалы майлар бар, басқа да сондай майларды пайдалансаңыздар болады. Мен жылқы майын пайдаландым. Майымызды қыздырып, етімізді салып, еттің екі жағын жақсылап күйіп кетпейтіндей етіп қыздырып қуырып аламыз. Қазанның бетін жаппай қуырамыз. Сонан соң қызыл бұрышымызды, сарымсақ, пиязымызды қосып, сөлі шыққанша жақсылап қуырамыз. Қазанның бетін жапсаңыздар болады. Сонан соң сәбізді қуырамыз. Егерде пловқа осылай етті кусоктап салатын болсаңыздар, өте ерекше дәмді болады. Соңында турап беретін боласыздар. Дәміне қарай етіңіз тұздалмаған болса, тұз қосып, сәл күрішіңіз қызарып тұру үшін паприка қоссаңыздар болады. Достар, менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Менің рецептіммен міндетті түрде жасап көріңіздер. Кеңес беремін, дәл осылай жасап көруге, өте ерекше плов шығады. Енді достар, міне барлығын қуырып болған соң, етіміз бататындай қылып су құйып, сонан соң оттың астын басып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Дайын болғанша етіміз. Енді күрішімізді, салатын күрішті дайындауға кірсек, егерде күрішті алдын ала 2 сағат бұрын жақсылап жуып, сонан соң суда ұстайтын болсаңыздар, өте пайдалырақ болады. Дайын болған күрішті қазанымызға саламыз. Сонан соң бетіне сәл шығып тұратындай қылып, бір елі асып тұратындай қылып су құямыз. Қазанның қақпағын жауып, жай отта 15 минут ұстайтын боламыз. Осымен күрішіміз дайын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алда әлі де керемет рецепттер болады. Сіздермен болған мен Нұрайым. Сау болыңыздар.